Қайырлы күн, әріптестер. Менің аты-жөнім Ержан Тұрсынбекұлы Домақ. Мен сіздерге бүгін мақтау грамотасын қалай толтыруға болатындығын өзімнің жасаған сервисім негізінде көрсеткім келеді. Алдымен берілген адреске өтеміз. i4.kz мақтау. Барлығы бір экранда орналасқан, өте қарапайым. Сол жағында әртүрлі менюлер бар, әрекеттер, файлды жүктеу. Мына жағында, оң жағында мәліметтерді толтыруға болады. Болмаса Excel файлдан бірден импорттауға болады. Негізінде қолмен толтырғаннан көрі мәліметтерді арнайы Excel файлдан импорттаған дұрыс болатын шығар. Мектептің аты жөнін барлығын берілгендерін қолмен жазасыз, және сізде мынандай бір не бар, үлгі бар. Сол үлгіге Excel файлға класс тегішілерді болмаса өзіңіз жазсаңыз да болады. Бізде қазір бастауыш сыныпта 350-ден астам оқушы берілген, барлығы бір Excel файлда. Жоғары жағындағыларын өзгертудің қажет жоқ, қалай тұр солай жазылуы керек. Енді біздер ыңғайлы болу үшін бұл Excel файлды біздер бөлек-бөлек класс бойынша бөлдік. Мысалы, қазір 3-ші И классы, 2 мұғалім көрсетілген, Арыспаева және Аманбаева. Мына жағындағы жынысы бізде қыз бала болса Қ, ер бала болатын болса онда Е деп көрсетіледі. Осы жынысына байланысты орыс жағындағы окончаниялары автоматты түрде алынады. Енді біздер қазір сервиске осы оқушыны импорттап көрейік. Үлгіні алу үшін, мына жақта үлгіні алу дейтін батырманы бассаңыз болады. Файлды таңдаймыз. Менде қазір мақтау қағазы Excel файлында тұр. Жүктеу батырмасын батырамыз. Көрдіңіздер ғой, жаңағы берілген оқушылар бізде мына жағында көрсетілген. Мысалы, Болатовты басатын болсаңыз, оқушының тегі, класы, енді бұл жерде барлығы 3-ші класс, 3-ші И класы. Және мына жағында көрдіңіз ғой, орыс жағында бізде егер ер бала болатын болса К, а егер қыз бала болатын болса, мысалы қазір Аманжолова қарайық, онда награждена және ученица болып автоматты түрде қосылады. Яғни осы Excel файлдан толтыру өте тез, яғни баланың атын таңдайсыз және қалған мәліметтердің барлығы автоматты түрде толтырылады. Және сонымен қатар координаталарды импорттауға болады, яғни сіз мысалы бірнеше жерден шығаратын болсаңыз, бірінші координаталарды келтіріп аласыз. Яғни мектептің аты енді сізде әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан сол жерлер көбінесе өзгеруі мүмкін. Менде қазір импортталған координата бар. Мен қазір сол координатаны, сақталған координата бар, сол координатаны қазір мен импорттап көрейін. Мысалы, мақтау қағазы соңғы координата бізде 6-ші координата. Координаталар сәтті жүктелді және көрдіңіз ғой, мына жағында бізде кейбір жерлерде өзгерістер болды. Шрифт барлығы жаңағы файлға байланысты автоматты түрде өзгереді, конфигурацияны файлға байланысты. Курсивті және жирный қалыңдатылған түрде таңдауға болады, және сонымен қатар фонды басуға болады. Шығару кнопкасын басамыз. Шығару кнопкасын басатын болсаңыз, мынадай арнайы A4 форматында шығады, PDF файлда. Мына жақта бізде 2 мұғалім көрсетілген, 2 мұғалім көрсетілгендіктен бұл жақта шрифті өте кішкентай болып тұр, өйткені бланкке бұл жерде 2 мұғалім сыймайды. Болмаса сіздер мынаны бірінің қасына бірін жазуға болады. Мен енді осылай бірінің қасына бірін жаздым. Егер бірінің қасына бірін жазатын болсаңыз, немесе сізде бір ғана мұғалім болатын болса, онда шрифті, мұғалім бірінің шрифті мына жерден бөлек таңдалады. Өлшемі шрифтін бөлек таңдалады, а Times New Roman болып ол қала береді. Сонымен қатар курсивті басатын болсаңыз, шығаруды басатын болсаңыз, сізде курсив режимінде қалыңдатылған, яғни жирный түрде басатын болсаңыз, мынадай түрде өзгереді. Және сонымен қатар фонды қосу дейтінді басатын болсаңыз, астына арнайы фон қосылады. Негізінде көп мәліметтер автоматты түрде келуі керек, тек мектептің аты сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар, мысалы, мектептің аты ұзын болып жататын болса, мысалы, сыймай қалған мына жерге жазғыларыңыз келетін болса, мына Excel файлға сіздер қосып жіберулеріңізге болады. Классы, қазақ класының алдына, мысалы, мектебінің, болмаса гимназиясының деп жазатын болсаңыздар, импорттаған кезде ол автоматты түрде мына жерге түсетін болады. Бізде енді қазір сыйып тұр, сондықтан тек біздер мектептің сыныптың атын ғана жазып тұрмыз. Орыс классында дәл солай, орыс жағында да егер сіздер мына жерге жазғыларыңыз келетін болса, мектептің атын онда осы жерге қасына қосып жазуға болады. Мысалы, қазір Ақтөбе қаласы деген мысалы километр деп ойлайық, осына қалай жоғары төмен түсіруге болады. Ол үшін сол нені тауып аласыз, берілген пунктті. Және X координатасы бізде оңға солға жылжыту, және Y координатасы жоғары төмен жылжыту. Мысалы, маған қазір жоғары қарай көтеру керек болатын болса, онда берілген координатаны азайтамыз.
60-қа қойып көрейік. Және шығаруды қайтадан басатын болсақ, қараңыздар, Ақтөбе қаласы бізде қазір 3 мм-ге жоғары көтерілді. Осының алдындағы салыстырып көрейік. Осының алдында мынадай болды бұл, және 3 мм-ге көтерілгеннен кейін мынадай болды. Қайтадан орнына келтіреміз. Фонды алып тастай берейік, қалыңдатылғанды алып тастай берейік, көрсетті ғана қалдырайық. Сізде осындай нүкте шығады. Окончаниелер жаңа айттық, автоматты түрде қойылады. Бұларды да оңға солға жылжытуға болады. Және печатқа жібересіз. Бізде принтер менде автоматты түрде тұр. Ештеңе қозғаудың қажеті жоқ. Настройкаларды аса қозғамайсыз. Масштаб 100% болу керек. Печатқа басасыз. Және сізде принтеріңізден сіздерге көрініп тұр ма? Принтеріңізден қазір мен А4 қағазға шығарып жатырмын. Мына жіберілген текстіміз шығады. А4 қағазда қазір біздер шығарып алдық. Енді сіздер туралау үшін ең оңай жолы бұны бланктың үстіне қойып жарыққа қарау. Келмей тұрған жерлерін жаңағыдай көтеріп түсіресіздер. Енді барлық жері, көп жері автомат түрде негізінде келуі керек. Біздер 4-5 сағатта бастауыш сыныптардың барлығын аяқтадық. Барлығы 350-ден астам жаңа айттық мақтау қағаздарын шығарып болдық. Барлығы жақсы келген сияқты. Бірақ ескеретін бір нәрсе, кейбір бланкілерде, сериясы бойынша енді өзгешелік бар. Мысалы, кейбір сериядан бастап бізде 2 мм разница болды, яғни 2 мм сызық астыға қарай түсіп кеткен. Соны біздер қайтадан келтіріп, координаталарын сақтап алып, солымен шығардық. Яғни жартысы 2 мм төмен, жартысы 2 мм жоғары. Сервистің жұмысы өте қарапайым, осылай жасауларыңызға болады. Және осы өздеріңіз келтіріп алғаннан кейін координатаны міндетті түрде компьютеріңізде сақтап алыңыз. Арнайы осында JSON файл болып түседі. Және келесі жерден компьютерден шығаратын болсаңыз, осы JSON файлды қайтадан импорттай қоясыз. Және бүкіл мектептің аты барлығы автоматты түрде келуі керек. Назарларыңызға рахмет. Қолдансаңыздар, қалай болғанын жекеге айтып жазуларыңызға болады.